Борис Увайдов 5 кітаптың авторы, альтернативті медицинаның маманы, натуропатия профессоры, психотерапевт, доктор. Америка мен Мексикада 40 жыл жұмыс істеген. Қош келдіңіздер каналыма. Профессор, психотерапевт, медицина маманы Борис Рафаэлович Увайдовтың видеосынан аударма. Индияда емшілер, дәрігерлер үнемі қызыл, ащы болгар бұрышынан жасалған тұнбаны өздерімен бірге алып жүреді. Оны қызыл бұрышты 2 апта араққа салып қойып, кейін сүзіп дайындайды. Америкада көшеде бір адам жүрек ұстамасынан құлап қалды. Сол кезде айналада ешкім болған жоқ. Жеңіл жәрдем келгенше бір индус қолына тұнбасын алып, құлаған адамның аузына бірнеше тамшы тамызды. Ол сол заматта жедел жәрдем келгенше орнынан тұрып кетті. Қызыл бұрыш кардиотатикалық қасиетке ие. Ауыздағы мидың майда тамырларын үлкейтеді. Қан айналымы күшейеді. Ащы нәрсе жегенде ауыздағы ыстық асқазанға түсіп, ол жердегі майда тамырларды үлкейтіп, қан айналымын жақсартады. Ағзада күш пайда болады, гормондар пайда болады. Қызыл бұрыш, подорожник, яғни жол желкен, екеуінің қосындысы тұнбасы таптырмас ем. Жараның жазылуына тез көмек береді, іріңді тез қайтарады. Ұрып алғаннан қалған қан аралас ісік, көгерген немесе жара болса, осы тұнбаны жаққанда күйдірмейді. Егер тұз сепсе, күйдіреді, ашиды және қанды тез тоқтатады. Сүлік қойғанда ферис ұнтағын сепсе, қан тез тоқтайды. Мен подорожникті, жол желкенді қатты жақсы көремін. Бала күнімізде балалармен әрине көп төбелесетін едік. Сонда жарақат алып келсем, әжем тез осы жол желкенмен емдейтін. Солай тез жазылып кететін. Ішуге де, сыртқа қолдануға да болады. Қызыл переспен бірге қыста ұнтақ күйінше кептірілген пайдаланса болады. Немесе араққа салып тұнба жасауға да болады. Ұрығы, соғы бәрі пайдалы. 2 түрлі жол желкен түрі бар. Екеуінің де емдік қасиеті зор. Бұл тұнбамен тамақ ауруларын, бронхиалды астманы емдеуге болады және өкпедегі қақырықты босаңсытады, ерітеді. Мен тамақтанғанда борщ немесе гречка ботқасы болсын, барлығына ащы пересті көп салып жей аламын. Өйткені бұрыннан ағзам соған үйренген. Сіздер олай ащы пересті көп қосып жей алмайсыздар. Өйткені сіздердің ағзаларыңыз оған үйренбеген. Ағынан ащы ішекті, тоқ ішекті желімдеп, шылақтың тұрып қалуына себепші болады. Сондықтан адамдардың іші үлкейіп кетеді. Мен ешқандай ұн қоспай, горохты ұнтақтап, оған райхан, яғни базилик, мята, жалбыз және қызыл бұрыш тұз қосып нан жасаймын. Бұл нан жоғары қан қысымына, қант ауруларына ем. Патенттеп алдым. Қазіргі таңда көптеген жерлерден тапсырыс алып отырамыз. Бұл нан ақуызға өте бай, ешқандай көмірсулар жоқ. Аударманы осы жерден аяқтаймын. Жол желкеннің пайдасын өзім де қолданып көргенмін. Жас күнімде қолымдағы жара жазыла қоймағанда, көршім Қарачай қызы болатын. Осы жол желкенді таңып қой деп кеңес берді. Міне содан жазылды. Жақында асқазанымды ұстасам, бір түйін тұрғанын байқап, таңертең ерте тұрып есіктің алдында өсіп тұрған жол желкеннің 15 сантиметрдей шамасындағы жапырағын әкеліп жуып, шайнап, соғын жұттым. Жапырағын әрине тастадым. Міне бір апта өтпей жеңілдік сезіндім. Бәріңізге де ем болсын. Сіздер қандай нақты дәлелденген халық емдерін білесіздер? Комментарийға жазыңыздар, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бұл тек ақпараттық канал болғандықтан
Дәрігерлеріңізбен ойласып, кеңесіп пайдаланыңыздар. Ем болсын. Ақпараттар пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Егер қоңыраушаны басып, сонан соң все деген нүктесін басатын болсаңыздар, жаңа видеолар туралы сіздерге ақпарат барып тұратын болады. Тыңдағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.